Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жақтар легін ұсынамыз. Биыл ата-анасының бақылауынсыз қалған 140 бала терезеден құлаған, оның 90% қайғылы жағдаймен аяқталды. Мәселені шешу үшін қандай ұсыныс жасалды? Тұрағы жоқ, жайы жоқ, жетім қайтып күн көрер. Қай облыста жетімдер саны көп? Қазақстанда нефрологтар жетіспейді, білікті мамандардың басым бөлігі жекеменшік емханаларды құп көреді. Жер сілкінісінен қаза болғандар саны 3000-ға жуықтады. Мароккода іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Ал Ливияда су тасқынынан қаза тапқандар саны 11 мыңнан асты. IT саласын игерген мұғалім 450 мың жалақы алады. Бұл туралы Бағдат Мусин не айтты? Толығырақ біздің арнада. Өткен жылы елімізде 100-ден астам бала терезеден құлап, 25-і көз жұмған. Төтенше жағдай министрлік ресми өкілі Жанна Дәуренбекованың айтуынша, мұндай оқиғалардың болу себебі ата-аналардың дұрыс қарамауы, балаларын қараусыз қалдыруы, абайсыздығы дейді. Сарапшылар балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осыған байланысты заңды күшейту керегін айтады. Соңғы ресми мәліметке сәйкес, Мароккода 6,8 балдық жер сілкінісінен 2946 адам опат болды. 5,5 мыңға жуық тұрғын жарақат алған. Марокко тарихындағы бұл ауыр апат 8 қыркүйек күні жоғары Атлас тауына жақын аймақта болды. Үкімет жер сілкінісінің барлық құрбандарына көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатқанын айтып отыр. Ливияда су тасқыны салдарынан қаза тапқандар саны 11,3 мыңға жетті. Бұл туралы Associated Press ливиялық Қызыл жарты ай қоғамның сілтеме жасап хабарлады. Гуманитарлық ұйым тағы 20 мың адамның із-түзсіз жоғалып кеткендер қатарында екенін айтты. Оларды іздеу жұмыстар жалғасып жатыр делінген хабарламада. Еске салайық, дүйсенбіге қараған түні Ливияның Дерна қаласында су тасқыны болды. Табиғат апатынан Дерна қаласы айрықша зардап шеккен. Биліктің мәліметінше, мұнда 6 мың адам із-түзсіз жоғалғандар санатында. Аса қайғылы оқиғаға байланысты Ливия премьер-министрі Абделхамид Дбейба 3 күндік ұлттық аза тұту күнін жариялады. Мемлекеттік ауруханаларда кейінгі кездері бүйрек ауруын емдейтін маман тапшылығы байқалып жатыр. Олардың көбі жекеменшік ұйымдарға өтіп кеткен. Қазіргі таңда диализ орталықтарының 90%-ға жуығы жекеменшік. Тиісінше науқастар да емді мемлекеттік емес жекеменшік ұйымнан алуға мәжбүр. Ал бұндай мекемелердің көрсететін қызметтің сапасын бақылау мүмкін емес. Осыған байланысты Қазақстанда нефрологиялық қызмет көрсету стандартын қайта қарау ұсынылды. Елде созылмалы бүйрек ауруы бар науқастардың саны артып келеді. Сарапшылардың сөзінше, емханаларда нефрологтар жетіспейді. Тиісті скринингтік бағдарлама жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше 2040 жылы бүйрек аурулары өлім-жітімге әкелетін 4 сырқаттың бірі болады. Биыл желтоқсаннан бастап елімізде IT пәнінің мұғалімдері даярлана бастайды. Бұл туралы министр Бағдат Мусин мәлім етті. Министрдің айтуынша, халықаралық алып компаниялармен бірге оқу курстар әзірленеді. Енді 1-желтоқсаннан бастап IT пәнінің мұғалімдерін оқыту тетігі енгізіледі. Тіпті министрлік оқу сапасын арттыру үшін жыл соңына дейін IT факультеттерге тиісті сапа стандарттарын енгізу жұмыстарын бастаған. Статистика бойынша Қазақстанда 6543 бала жетімдер үйінде тұрады. Оның 5857-сі 18 жасқа толмаған. Ақпараттар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.